Балдарың үлкейсе жақсы да. Екеуін салып ал. Кел Еркежан. Еркежан, Ерсұлтан. Екеуін салып ал. Өзіміз баса береміз. Мамасын екі қызбен тастап кетті. Миы ашып қалды. Екі қыз бір бөлме қырылады. Ананы нетіп атсаң анау жылайды, мынаны нетіп атсаң мынау жылайды. Біздер киноға қарап кетті. Алтын адам, операция алтын адам. Әбунасыр Серік ағамыз, Қуандық ағамыз, және де Рүстем Жанаманов ағамыз. Сәттілік. Ал өз басымна Жанболат Найзабековтың киносын қатты күтіп жүрмін, досым. Сәттілік 29 декабрьден бастап еліміздің барлық кинотеатрларында Айгүл Иманбаева, Шерхан Пірназар, Жанболат Найзабеков, Жұлдыз Абдукаримова. Сәттілік. Мына 17 қарашадан бастап Донор деген киноны көруге мен кеңес берер едім. Өте тамаша комедия, жанұяңызбен барып қарайтын комедия. Өзім көрдім. Дастан Қалбаевтың киносы, от создателей Күшік құда. Тағы бір қазақстандық кино туынды Келінжан кинокомедиясы. Оны да көрдік біздер. Өте тамаша. Гүлнұр Мамасарипованың киносы. Көріңіздер міндетті түрде. Тоже комедия. Жанұяңызбен келіп көрсеңіздер болады. Айтар ойы бар, салмағы бар, және де өте күлкілі комедия. Көріңіздер. Ой, мынау біздің Нұржан мен Медет Қалибековтың фильмі. Бойдақ күйеу. Бұл да бір жақсы кино. Керемет халықтың көңілінен шықты. Және де мына жерде міне Ағашки по вызову 2. Очоу бар. Жанбаев ағамыз бар. 3 қарашадан бастап. Жақсы комедия. Көріңіздер. Мынау еліміздің мақтанышы. Шетелде, Нью-Йоркта біраз шаруаларды істеген Айсұлтан Сейітовтің алғашқы кино дебюті Қаш. 1 желтоқсаннан басталып жатыр. Бұған енді ертең барамыз бұйыртса семьямызбен. Өте бір керемет туынды болатын сияқты. Ішінде менің ұстазым Иісбек Әбілмәжінов ағамыз ойнайды. Міне тағы да бір жақсы керемет кино. 22 желтоқсаннан бастап қызымның қорғаушысы телехранитель Тәуекел Мүслім басты рөлдерде, және де менің ұстазым Иісбек Әбілмәжінов ағайым. Исаға Әзиз Бишіналиев бар екен. Бұйыртса бұған да келеміз.